сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз сызуды оқытуда шетелдік әдістерге тарихи шолу. Біздің заманымыздан бұрын 3-5 ғасырлардың өзінде Платон, Аристотель, Пифагор, Демокрит сынды ойшылардың еңбектерінде сызбалар қолданылған. Бұлар көптеген жаңалықтар ашып, жаңа ғылымдардың негізін қалады. Бертін келе геометрия ғылымын бір жүйеге келтіріп, өзара байланыста мазмұндап берген Евклид, механика саласында теңдесі жоқ жаңалықтар ашқан, түрлі машиналар жасарған Архимед және тағы басқа оқымыстылар да сызбалардың дамуына үлкен үлесін қосты. 14-16 ғасырларда Батыс Еуропа елдерінде әртүрлі заңдылықтар ашылды. Итальян сәулетшісі Филиппо Брунеллески, итальян ғалымы Леон Баттиста Альберти қайта өрлеу дәуірінде сәулет өнерінің негізін қалады және перспектива заңдылықтарын ашты. Сызықтық перспектива заңдылықтарын толықтырған, әуелік перспектива ұғымы негізген итальян суретшісі, сәулетші, ғалым әрі инженер Леонардо да Винчи. Сызбалар жасау теориясына үлеулі үлес қосты. Оның өз қолымен орындаған әртүрлі машиналардың, сүңгуір қайықтардың, ұшу аппараттарының сызбалары сақталған. Дезарк перспективаны геометриядағы ғылыми зерттеудің жалпы әдісі деп есептеді. Ол кеңістіктің шектеусіз алыстағы нүктелерін жүйелі түрде қарастырып, соның нәтижесінде проективті кеңістіктің ұғымына келді. Перспективті үшбұрыштар туралы әйгілі теореманы да сол ғалым тағайындады. Бұл Дезарк теоремасы деп аталады. Дезарк проективтік геометрияның негізін салушы болды. 1799 жылы Гаспар Монж, француз ғалымы, өзінің сызба геометриясы еңбегін жарыққа шығарды. Онда ол кеңістіктегі пішінді бейнелеуші мамандардың тәжірибесін топтастырып, техникалық есептер шешімін графикалық әдіспен көрсетті. Сөйтіп 18 ғасырдың аяғы, 19 ғасырдың басында сызба геометриясы пайда болып, дами бастады. Ресейде сызба геометрия 19 ғасырдың бас кезінде жеке пән ретінде оқытыла бастады. Сызба геометрияның алғашқы профессоры Севастьянов 1821 жылы ортогональ проекциялау әдісіне арналған сызба геометрия негіздері атты еңбегін жарыққа шығарды. Оның бұл еңбегі орыс тілінде жазылған алғашқы оқулық еді. Монждың сызба техника тілі деген сөзін жалғастыра келіп, Ресейдегі сызба геометрияның алғашқы авторларының бірі Курдюмов сызба геометрия бұл тілдің грамматикасы егер дұрыс жетілген елестету қабілеті болса, ешқандай шынайы техникалық шығармашылық жобалау туралы ойлаудың өзі мүмкін емес дейді.